14 жасқа толған балаларға арналған. Армысыз құрметті көрермен, эфирде арнайы хабар. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы қайырымдылық қадірлі іс. Олай болса, бүгінгі студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Жүзбай Серікұлы, көзімнің қарасы мүгедектер қоғамдық бірлестігінің төрағасы. Кәмшат Рахымбаева, Мирас А, қайырымдылық қоғамдық қорының директоры. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Қош көрдік. Жүзбай Серікұлы, алдымен енді осы аталған екі қоғамдық бірлестіктің тарихы, мақсат туралы айтып өтсеңіз. 2013 жылы осы Мираса қайырымдылық қоғамдық қорын құрдық. Мақсатымыз себеп болған ол бір нәрсе, яғни бір күні отбасымызбен әке-шешеміздің үйіне ауылға барсақ, ауылда дастархан бетінде әңгімелесіп отырсақ, әкем айтады, балам кеше ғана мына қоқыс жәшіктің жанына тірідей баланы тастап кетті дейді. Бозып жүрген итті талайын деп жатқанда балалар араша алып дегенде төбемнен су құйғандай болып дір ете қалдым да, неге деген. Содан 2-3 күн өтті, қалада жүрген кезде бір мектеп директорын мен әңгімелесіп отырсам, Жүзбай кеше ғана бізге коробкаға салып есік алдына әкеп тастапты баланы. Жазып кетті деп, осылай көмектесіңіз де, менің денсаулығым жоқ. Үшінші жағдай, медресеге жұма намазына барып, сол медреседе ұстаз батын, сонымен сөйлесіп отырсам, кеше ғана біздің жанымыз одеялға орап, осындай цепочкасы бар, осындай бәрін жазып ат жөнін осылай тастап кетті. Аманат сіздерге, Алла разылығы үшін, менің жағдайым жоқ, асырауға деп. Содан неге маған осылай бір сәт, бір аптаның ішінде неге осындай маған келді деген ой келді. Содан осының түпкі себептерін білейінші деп перзентханаға барып, перинатальдық орталық. Соның орынбасары бар екен, соны айтып отыр. 15 жыл бұрын дейді, бірен саран қазақтар тастаушы еді, қазір жаппай қазақтар бірен саран басқа ұлттар тастайды дейді. Сосын айтым, себебі неге дем, көп асыра алмайды, жағдайы жоқ. Неге үгіттей алмайсыздар, неге сондай адам болмады деп, сол бізде медицина өз бағыттарымен жұмыс істейді. Сосын мен айттым, рұқсат беріңізші, мен өзім барайын, солармен сөйлесейін, кездестіріп отырыңыздар, шақырыңыздар. Сол бізде 4 перзентхана бар, соның бәріне барып сөйлесіп, сонда сіз жеке тұлға ретінде келе алмайсыз, мүмкіндік жоқ, сізге рұқсат жоқ деді. Денсаулық басқармасынан рұқсат алуыңыз керек, сосын қоғамдық ашуыңыз керек, қайырымдылық қор. Сосын осыны Мирастың себебі ашылғаны осыдан ашылды. Міне осы күнге дейін қазір тастанды балалармен жұмыс істеп келеміз. Тастатпай бүгінгі таңда 100-ден астам ананы баламен алып қалдық. Мақсатымыз қоғамда жетім болдырмау. Қазақта жетімін жебеп, жесірін жылатпаған ғой. Сол бізді сол қамқоршы болайық деп, Мирас деп, яғни Мирас атын өзі пайғамбарымыз қайырымдылық жасаған, соның ізбасары болайық, бізді Мирас қоры болайық деп, атын Мирас деп, деп қойып қойдық. Міне бұның арман қарай тастанды балалар жаңағы роддомда перзентханамен жұмыс істегеннен кейін біз әрбіріміз сөйлесіп, қызым не үшін тастап жатсың дегенде, олар асырай алмаймын, жағдайым жоқ, жігітім алдап кетті, әке-шешем қарсы, әртүрлі себептер айтады. Соны басу айтамыз. Қызым, бала бауыр еті, әке-шеше кешіреді. Жігітің алдап кетсе, жер астына кіріп кетпесе, тауып береміз, қосамыз, үйлендіреміз. Ал егер шын асыра алмайтын жағдайың жоқ болса, онда біз 1 жылға дейін уәде береміз, сені қамқорлыққа аламыз, пәтерін жалдап береміз, ішу жеуін, бәрін тек тастама дейміз да. Прописка, пособиясын, құжаттарын дайындап береміз, 40-нан шығарамыз, 5-ке бөлейміз, балаға ат қойып береміз, яғни имандылығын күшейтіп, соны жігітін тауып, оны қосып, яғни отбасына қосу мақсатымыз. Сонда тастанды балаларға, ата-аналарға жан-жақты көмектесесіздер, тек бір жаңағы құжатпен ғана шектелмей, жаңа өздеріңіз айтып өтсіздер, баланы 40-нан шығарамыз, түрлі рәсімдерінде өткізіп бересіздер, салт дәстүрді, яғни бізге сол имандылығын күшейтіп, яғни кейбір кісілер айтады, ой, олар сендер неге көмектесіп жатсыңдар, олар күнәға батып жатыр, олар неше түрлі. Біз сонда бала кінәлі емес деп, сәби өмірге келгеннен кейін сол бала. Бірақ ана әр адам қателеседі өмірде, қиыншылық, сынақтар болады, соны шыдай алмай. Сонда ол да тәубесін өтсіп, одан түсініп, қатесін түсініп, баласын алып, бауырына басып,
яғни жігітімен қосылып бақытты болып кетіп жатыр. Біздің жалғыз ол үйіне дейін алып берген адамдарымыз болды, кезекті тұрға дейін. Басқа да көмегіміз өсімге дейін араласып, солармен уже қазір 14-ге келген балдар бар. Соған дейін көмектесіп жатырмыз. Міне қайырымдылық жасап. Бұдан біздің тек осылай ғана емес, яғни жаңа біз коттедж жалдап тұрдық, 15 қызға дейін аналармен тұрды. Олардың көріп, өмірлерін көріп, өмірден солардың өмірінен алып бір қиса жазып, тәрбие тағдырын деген спектакль жаздым. Одан өмір ғайып деп осы театрларда қоя бастадық. Бұның мақсаты мектеп, университет, колледждарда бүкіл облыстарға қойдық, біраз облыстарға. Яғни бұның мақсаты алдын алу шаралары. Яғни жасанды түсік болмау, тастанды бала болмау, Алланың әмірімен іштен баланы сөйлетіп, спектакль қойылымда өте тәлім тәрбиесі мол, ойланып, ой салатындай көріністер, спектакльдер қойып жүрміз қазіргі таңда. Түсінікті. Енді Кәмшат Үсенқызы, осы жылдар ішінде қайырымдылық қоғамдық қордың қандай шаралары өтті, жалпы қандай шаралар ұйымдастырдыңыздар? Жаңа Жүзбай Серікұлы айтып кетті, кейбір отбасыларға үй алып берген жағдайлары болды деп. Тағы бір-екі мысал келтіріп өтсеңіз осы бағытта. Қош көрдім. Барлықтарыңызға сәлем жолдаймын. Енді Жүзбай Серікұлы осы мирас қорының президенті болса, мен осы қордың директорымын. Қазір енді біраз осы 13 жылдың ішінде біраз жұмыстар атқарып келе жатырмыз. Тек қана тастанды балалар ғана емес, біз көп балалы отбасыларға да көмектесіп жатырмыз. Өзіміздің контейнеріміз болды. Ол жерде азық-түлік, киім-кешек тарататынбыз. Енді бізде қайырымдылық жұма деген акциямыз бар. Одан кейін жақыныңа жәрдемдес деген акциямыз бар. Ондайда сол көп балалы аналарға, жаңа мүмкіндігі шектеулі жандарға көмектесіп, жұма сайын шақырып, қонақ ретінде кафелерге жаңағы ас беріп, сондай іс-шараларды да өткізген болатынбыз. Ал енді мына тастанды балаларға келетін болсақ, енді шынымен де қыздарда әртүрлі жағдайлар болады ғой. Енді алданып қалуы да мүмкін, әке-шешесі қарсы болады. Енді соларды көбісінде үгіттеп, қосып, енді айтып жатыр ғой, жаңа ғана біздің мақсатымыз қанды отбасында қалдыру деп. Көп аналарға енді үй мәселесімен де өз тарапымыздан жаңа әкімшілікке хат жазып, сондай бір 5-6 баласы бар семьяға үй алып берген жағдайымыз да болды. Одан кейін тағы да енді біраз отбасылар енді өздері де арғартай іс-қимыл жасап, негізі адам ондай жақсылық жасағанға тез үйреніп алады. Сондықтан да оларға біз бір жағынан сабақтар жүргізіп, тренингтер жүргізіп, арғартай қоғаммен араласып, қалай өздерін алып кетіп, бастарын көтеріп, жұмыс істеп кетуге де бағыттаймыз көбісінде. Түсінікті. Енді мына сіздерге мына қол үшін сұрап, көмек сұрайтын мүмкіндігі шектеулі жандарға жалпы демеу болып отыратын қайырымдылық қорларсыз, оларға жалпы қандай көмек қолдарын бересіздер? Оларды қоғамнан, кейбір мүмкіндігі шектеулі жандар болады, қоғамнан алыстап кетеді, қоғамға қосыла алмай жүрген жандар болады. Осыларға қандай көмек бересіздер? Енді біздің президентіміздің айтқан сөзі бар ғой, негізінде тең қоғам құру. Енді мүмкіндігі шектеулі жандарды шектемей, оларды тең қоғам құрып, бірге осы ел қатарлы бірге қатыстырып, шараларға кірістіру. Соған байланысты енді өзімізде көп шаралар өткізіп жатырмыз. Сол мүмкіндігі шектеулі жандарды шақырып, және де толыққанды азаматтармен біріктіріп, конкурстарда ұйымдастырып жатырмыз. Бізде бір мүмкіндік деген конкурсымыз бар, республикалық, музыкалық. Соған міне мүмкіндігі шектеулі жандармен толыққанды адамдар бірге ектіресе конкурсқа қатысып, байқауға. Даже осы мүмкіндігі шектеулі көз жанарынан бір адам, азаматша, бірінші орын гран-при алып кеткен жағдайда болған болатын. Енді осы конкурстың да осы жобаның авторы, осы Серік Жүзбай мырза. Одан кейін біз кейіннен мүмкіндігі шектеулі жандардың тағдырларын қарап, зерттегеннен кейін барып, Қазақстандық мүгедектер қоғамдық бірлестігін аштық. Көзімнің қарасы деген. Сол бірлестіктің төрағасы Серік Жүзбай мырза. Сол кісі өзі арғатай айтып кете алады. Әрине, бір мүмкіндік жоба деген жаңағы дәстүрлі эстрадалық, аспаптық, авторлық номинация, қазір ақындар мүшәйрасын қостық.
яғни 5 номинация бойынша жарыстар болады. Республикалық. Сонда өнер көрсетіп, бізде сол шектемеу, ерекше қажеттілігі бар жандар шектемей, қоғаммен бірге иықтіресті өнер көрсету. Мынау таза мінсіз асыл тасты су түбінен алып шығып, халыққа паш ету да мақсатымыз. Яғни көзден таса қалған ән күйлерді дәріптеу. Біздің сол өнер көрсетіп жатыр. Ал енді әрине мен өзім, мен де денсаулығым мықты, 12 мүшем сау кезінде, содан 2009-да бір ота жасап, бір көзден 2017 жылы мүлдем көрмей қалған адам. Сол кезде мен тағдырластардың өмірін түсіне бастадым. Қатты қиналып, көзден болғанда дым көрмей қалған кезде неге сынақтар маған беріліп жатыр деп өзіме сұрақ қойдым да, бірақ соны жеңіп шықтым иманлығыммен. Сонда кезде көп ой келді. Неге осылар? Қарасам, ерекше қажеттілігі бар жандардың көп мүмкіндігі шектеліп қалған екен, шексіз емес. Соны шексіз қылуға әрекет жасаймын деп бел будым да, яғни көзі көрмейтіндердің бірінші бізден жаңағы жобаның қайырымдылық қордан басқа көп жобалар бар. Жетім баламыз бар, біздің футбольный команда Мираса деген. Біздің жаңағы сезін атты қайырымдылық іс-шарамыз бар. Оның ішінде зағиптарға шоу-даун теннис федерациясын аштық. Оның өзінде арман қарай дамыту мақсатында 16 облыстан филиал аштық. Соның бәрін ішінде жаңағы біздің мақсатымыз, мына көзімнің қарасының мақсаты, ол ерекше қажеттілігі жандарды, яғни бірінші жігерлікке, қайсарлыққа, қоғамға, ортаға бейімделіп кету үшін біз оларға статистика бойынша Қазақстанда 705 мыңнан астам мүгедек бар екен да. Соның ішінде 25% ғана жұмыспен қамтылған екен. Ал енді соны біз қазіргі таңда жұмыспен қамту мақсатын үйретіп жатырмыз кәсіпкерлікке. Яғни бірінші мынау бізде қазір массажистер бар, көз көрмейтіндер. Неге көз көрмейтіндер? Көз көрмейтіндер негізі көп бағытта жұмыс істей алмайды. Тіге алмайды, көре алмаған, сол себептен көбі ән айтады, өнер жолында, және де жаңағы массаж жасайды. Шет мемлекеттерде, Японияда тек көзі көретіндер ғана, көз көрмейтіндер ғана массаж жасайды екен. Егер қоғамдық бірлестік ашып алып, бірден ИП ашып алып, кәсіпкерлік массаж жасап жатса, оларды заң бойынша қудалап жауып тастайды екен. Тек мүмкіндік берген ерекше қажеттілігі бар жан көзден. Міне бізді осы бағытты алып қазір мынау Астана қаласында неге автобусный парктарға орталық ашып жатырмыз, сонда массаж жасайтындарға, ерекше қажеттілігі бар жандарға, көшеттерін қойып, бөлмелер жасап, әкімге хат жаздық, оны арман қарай жандандырып жатырмыз. Сосын біз мына коляскадағы біздің көзімнің қарасы Қазақстанда мүмкіндік шектеулі, яғни барлық санаттағы ерекше қажеттілігі бар жандар бізде тіркеледі да, жалғыз көз емес. Сол кезде қазір арабадағы танылған кісілер бізде бар, оларға біз тігінге үйретеміз, аспаптыққа үйретеміз. Сондай қазір кәсіпкерлікке үйретіп, яғни балық бермей, қармақ беріп үйретіп жатырмыз да. Біздің мақсатымыз сол. Сосын біздің үлкен жобамыз қазір алдымызда тұрған, қарасақ бізде ерекше қажеттілігі бар жандар көбі үйде отырып қалады, шыға алмайды. Соны біз Қазақстан ішінде де және шет мемлекеттерде қазір дамыту, туризмді күшей қолға алмақпыз. Яғни олар мүмкіндік шектелсе де ой қабілетін, ой ұшқырлығын соны танытып, әлемді танытқымыз келеді. Жерді көрсін деп, үйде ауылдан шыға алмайды, ортада отырып қалған. Сосын осы бағытта қазір біраз жұмыс істеп жатырмыз. Түсінікті. Енді мына сезін республикалық қайырымдылық акциясы туралы айтып өтсеңіздер. Жалпы акцияның мақсаты қандай, неше жылдан бері ұйымдастырылып келе жатыр? Сезін деген республикалық қайырымдылық акциясы біз 3-4 жыл болды ұйымдастырып жүргенімізге. Алматы қаласында да өткізген, Астанада 1-2 жылда өткіздік. Енді тағы да сол басқа қалаларда да қазір шығып жүрміз. Өйткені елдер көбісінде қазір жас буында енді соткаға көбісінде қарап қалғандағы, ал жан-жақты бағдарлап, мысалы галерея дейміз, музыка әлемі болсын, концертке барғанда да бәрі соткада жабысып отырады да, көп нәрсені байқамай қалады.
Ал сезім деп отырғанымыз адам өзіне бойына сол осы жан жақтағы табиғаттың күшін, не болмаса галереядағы картиналар болсын, осы әлемді бойынан өткізіп сезіндіру адамдарға сезіндіріп, соны адамдарға сезіндіру үшін біз көбісінде көзін байлап, әртүрлі жағдайлар, галерея, түнгі галереялар, қараңғылықта галерея өткізген болатынбыз, қараңғылықта концерт өткізген болатынбыз. Одан кейін міне енді қараңғылықта кешкі ас дейді, енді қараңғылықта ас өткізіп, сол адамдарға соны сезіндіріп, бір уақыт тамақтың дәмін сезсе де, бір жағынан жаңағы енді жолдасым айтып өтті ғой, өзі көзімнің қарасын мүгедектер қоғамдық бірлестігі деп, мүмкіндігі шектеулі көз жанарынан адамдарды шақырып, сол жерде өте мықты ән айтатын әншілер бар да, солардың әндерін көздерін жұмып отырып тыңдау, және бір жағынан да солардың сезінсін деп, жаңағы дастарханда отырғанда да маскамен отырып, ас ішіп, өзін сол адамның орнына қойып көру деген сияқты ғой. Толыққанды сол адамдай сезіну. Сонда өмірге деген көз қарасы адамның өзгереді. Өйткені көп бізде әншілерді де, жаңағы Қыдырәлі Болманов сияқты мықты-мықты әншілерімізде бәрі біздің кешімізде болған болатын. Сол кезде өте қатты әсер алып, бір уақыт біз өзіміз төмен түскендей болдық, сезімде болдық деп айтып кеткен болатын. Түсінікті. Енді мына қайырымдылық акцияға қатысқан азаматтардың жалпы әсерлері қалай болды? Осы мына көзін жұмып, жаңағы галереяға ас ішкен кезде олардың әсерлері қандай болды екен? Осы туралы айтып өтсеңіздер. Сіз айтып өтіңіз. Өте орынды. Мынау жаңағы келген қонақтар әсер алған кезде бізде ақын Балғынбек Имашев болды. Сол кезде өзінің шумақтарымен, өлеңімен де, және де зағип жандар туралы да осы көп нәрсе айтты да. Жаңа бір сәтте ғана көзімізді маска киіп алып, қап-қараңғыда тамақ ішкенде дастархан бетінде қиярды таба алмай қалдық деген сөзін айтқанда, сонда мына қолмен іздеудің өзі дастархандағы, және соған жетіп, соны жеген кезде әсер алғанымыз, соны қайта-қайта шайнадық деген. Яғни мынау медицинада айтылған екен, ғалымдар дәлелдеген екен, қараңғыда ас ішудің өзі денсаулыққа пайдасы бар екен. Асқазан қорытуы, тамақтың қорытылуына. Біз мысалы жай ғана тамақ ішіп отқан кезде телефон қарап отырамыз да, шайнап отырамыз, или болмаса телеарна қарап, или кітап оқып отырамыз да, ойымыз басқада, бірақ тамақ жеп жатқан боламыз да, асқазан дұрыс қорытпайды екен. Анда шайнап отырып жұтқан кезде дейді, асқазан қорытылу күші жақсы болады екен. Сол себептен бұл жерде біздің бірінші денсаулықты қадірлеу, өз-өзінің денсаулығын қадірлеу, сезіну, жаңағы біздің мақсатымыз халықты осы бір сәт болсын денсаулыққа, яғни көз жанарынан айырылған адамдардың сәтінде бір сезіп қалса екен деген. Сол кезде кісілеріміздің айтқаны бір керемет әсер алдық, бір өте ғибрат алдық, иманымыз күшейді, бір әсер алдық, сондай деп ризашылығын білдіріп шақырғандарына деп. Бізде имамдар болды, бас имам мешіттен келді, актерларда, зиялы қауымдар, ақындар, көп адам болды. Әртүрлі бағыттағы адамдар келіп шақырды. Осы бұл сезін атты, яғни қараңғылықта кешкі ас бір керемет әсер беріп, ой салады деп ойлаймыз. Айтып өттіңіз, мына үстел теннисінен. Сонда қателеспесем, мына мүмкіндігі шектеулі жандар, зағип жандар, сонда үстел теннис спортымен жақсы айналысады, қателеспесем сонда. Өте мынау біз бір жыл болды ашқанымызға, яғни Қазақстанда енді дамып жатыр бұл спорт федерациясы. Шет мемлекетте 9 мемлекетте ғана бар екен да, қазір Қазақстанға келіп. Осы бұның ойынның қызықтығы, яғни құлақпен есту, ана хоккей сияқты столды, екі жақта екі қақпа болады, соны ракеткамен қорғау. Ар жаққа соққанда погремушка сияқты, сылдырмақ сияқты доңғалақ шақ, ішінде темірі бар, соны соққан кезде есту, көздің очки болады, сонымен есту дыбыс арқылы бір-біріне соғып, кіргізбеу қақпаға, кіргізген адам көп кіргізіп қойса, жеңіп қалады. Сондай ойын. Бұның кереметтілігі мынау құлақ есту қабілетін денсаулыққа деген, яғни спортқа деген құлшынысы, қайсарлығы, қайраттылығы, яғни бұл үйде отырып қалмай, қоғаммен араласып, өздерінің тағдырластерімен бірге ойнап, арманға қарай даму. Бұның біздің даму
и таныту, и шет мемлекеттерге біздің мықты спортшыларымыз шығару мақсатымыз. Қазіргі таңда бізге шақырып жатыр шет мемлекеттермен. Біз Италиямен мысалы осының шаригін алу өзі шет мемлекеттен алып өсе қиын алу дегенде. Сосын енді сол жақпен де, Франциямен де, басқа мемлекеттермен де қазір меморандум отырып жатырмыз. Солармен сол жұмыс істеуге осы таныту. Бұл спорттың кереметтілігі жаңағы өзі, яғни мынау қолдың бұлшықеттерінің және де тез қимылдауына бәріне бұл спорт өте жақсы пайдалы. Бізде көз көрмейтіндердің спорттары аздау, яғни басқа мүмкіндік шектеулерге қарағанда. Яғни бізде голбол бар, сосын шахмат, шашки және осы мына біздің шоу-даун, теннис. Бұл дамытуымыз, мақсатымыз сол осы Ақтауға келген себебімізді осы жерге бір теннистің орталыққа теннис столын қою мақсатымыз. Түсінікті, сонда осы үстел теннисіне мүмкіндік шектеулі жандардың қызығушылығы жылдан жылға артып келе жатыр, иә? Өте дұрыс айтасыз. Біз міне мысалы Астанада келдік, Астанада өткіздік, республикалық турнир өткіздік, 12 облыстан келді былтыр. Сосын қалалық чемпионат өткіздік. Не биыл тағы да қалалық чемпионат өткізіп отырмыз. Сосын облыстан товарищеский встреча өткіздік. Жолдастық кездесу. Сонда жан-жақтан облыстан келгендер, спортшылар көбейіп жатыр қатарымыз. Бір Астананың өзінде, мысалы бізде мүмкіндік шектеулі жандар көзден 1000-нан астам зағип жандар бар. Ортаңғы буындар, үлкен ақсақалдар. Бірақ сол ортаңғы буын 500-ге жуық. Соның біразы қазір біз қамтып отырмыз. Бір 15%-ын бастадық қамтуға, 20%-дай. Түсінікті. Енді Жүзбай Серікұлы, енді мына облысымызға қонақ болып келіп қалған екенсіздер. Жалпы осы облыс тұрғындарына айтар ой пікірлеріңіз болса, алып қосарларыңыз болса. Әрине Ақтау қаласына бірінші келіп отырмыз. Қазақстанда тұрсақ та Каспий теңізінің суына түсіп, керемет Ақтау азаматтарын өзі ақ жарқын айтқан уәдесінде тұрады. Сондай бір азаматтар мықты келген. Сіздердің баршаларыңызға ғұмыр жастарыңыз ұзақ, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Жадырап, жайнап, жайқалып, құлпырып жүре беріңіздер. Біз сіздермен біргеміз. Ал ерекше қажеттілігі бар жандарға, яғни бір өлең шумақтармен айтып кеткім келіп отыр. Өйткені өзім енді театр саласында жұмыс істегеннен кейін Астана қаласында қанаттылар мынау өмір мынау қатар тосқан жеңілі мен ауырын, шуағы мен дауылын дейді. Яғни бұл өмірде қиыншылықтар болады, бірақ сол ерекше қажетті бар жандар мойымаңыздар, жігерліктеріңіз, яғни үйде отырмаңыздар, шығыңыздар, спортпен айналысыңыздар, өздеріңізге мақсат қойыңыздар, армандарыңызға жетуіңізге тілектеспін. Яғни бұл өмір тұрар қилы сынақтардан, шын мықты ғой сынаққа шыдап қалған, жаратушым құлдарын сынайды екен, сүйгендіктен айрықша ұнатқаннан. Сабыр қыла білмесен сыналғанда, жете алмайсың ешқашан ұлы арманға. Әрбір ауыр сәттердің ар жағында жеңілдік бар деген ғой Құранда Алла дейді. Яғни сабырлы болайық. Мынау Шал ақынның сөзі бар. Ойлан, достым, ойланбасқа болмайды. Ойланбаста жатқан жоқ па бар қайғы дейді. Яғни біз мойымайық. Алла тағала сынақ берген сайын бізді сүйікті құлдары боламыз, жақсы көреді. Сондықтан біз сіздермен біргеміз, әлде сіздермен араласамыз. Біз сіздерге қонаққа келдік. Осы Ақтаудың ортасынан ерекше қажетті бар жандарға шоу-даун, теннис столын қойып беруге, амал жасауға, яғни келіңіздер, бізбен бірге болыңыздар деген. Рахмет. Түсінікті. Жүзбай Серікұлы, Кәмшат Үсенқызы, алдымен енді Маңғыстау облысына қош келдіңіздер деймін. Сонымен қатар бүгінгі бағдарлама аясында сұхбат бергендеріңізге көп рахмет. Алдағы жаңа бірнеше бастамаларды айтып өттіңіздер. Соларға сіздерге сәттілік тілеймін. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі бағдарламамыз тәмамдалды. Қош, сау болыңыздар.